Миды Ашып, Алғыр Болғыңыз Келсе Яғни Уақытпен Байланысыңыз Туралы Кеңес. Таң намазымен ишырақ, яғни күн шыққан аралықтағы уақыт өте берекелі уақыт, оны Алланы зікірлеуге, білім алуға жұмсау керек. Осы кезде осылай етсе, адамның зеректігі, алғырлығы артады, миы ашылады. Себебі бұл кез сан түрлі риздықтар берілетін уақыт. Тіпті осы кезде спорт істеп жүрген кәпірдің денсаулығы ұйықтап жатқан кәпірден жақсырақ болады. Осы кезде осындай игіліктер бар. Ишырақта, яғни күн шыққанда ишырақ намазын оқыңыз. Ал таң намаз кіруден бұрынғы 1-3 сағат Аллаға ықыласты құлдарға арналған. Аллаға жақындағысы келген жан осы кезде нәпсі мен шайтанды жеңіп, орнынан тұрады. Тахажуд сияқты нәфилдер оқиды, құран оқиды, зікір етеді. Бұл кез Алланың ерекше илахи нұры жауып тұратын кез. Тіпті осы кезде тұрып, су ішкен соң ұйықтап қалған адамға да зор игілік жазылады. Ал құптан намазын бітіре сала ұйықтаған абзал. Түнгі 12-ден бұрын ұйықтаған 1 сағатта 2 сағаттық ұйқының күші болады. Мәселен, түнгі 10-нан 12-де дейін 2 сағат ұйықтасаңыз, бейне 4 сағат ұйықтағандай боласыз да, таңғы сағат 3-4-те ұйқыңыз өздігінен қанып, ерте тұратын боласыз. Кейбіреулер теледидар көреді, ал әулиелер теледидарды шайтан сандық дейді. Себебі ол өмір, уақыт, иман, денсаулық, құлшылық ұрлайды, шайтанды дәріптейді. Олар түнгі 2-3-ге дейін отырады. Бұл денсаулық пен руханиятқа бірдей зиянды. Түн жындар оянып, жұмыс істейтін уақыт, адам түнде, жын күндіз ұйықтайды. Жай ұйықтайтын адамдар жындардың әсеріне оңай ұшырайды. Сәби, я бала болмаса 8 сағаттан артық ұйықтамау керек, әйтпесе ол зиянды ұйқыға айналып, залал әкеледі. Ал түске таяу я бесін мен екінті арасында біраз ұйықтау адамға пайдалы. Екінті мен ақшам арасында ұйықтау ең зиянды, ол тіпті жынды болуды, ес ауруды пайда қылады. Сопылық тарихат тағылымы.